4% жеңілдетілген автонесие шамамен осы айдың аяғында қайта жалғасады. Әзір соған тырысып жатырмыз дейді индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі. Тек несиеге өтініш беру талабына өзгерістер болуы мүмкін. Бағдарламаға қатысты толық ақпарат аптаның соңына дейін жариялануы тиіс. Әзірге белгілісі мынау. Бұған дейін азаматтар алдымен автосалондарға тіркеліп, кейін банктың көмегіне жүгінген. Енді темір тұлпар тізгіндегісі келгендер өнеркәсіпті дамыту қорына электронды кезекке тұрады. Содан кейін автосалонға жөнелтіледі. Ондағылар тұтынушының талап тілегіне сәйкес темір тұлпарды белгіленген мерзімде тауып беруі тиіс. Айта кетейік, жеңілдетілген автонесие бағдарламасына былтыр мамыр айында 100 миллиард теңге бөлінген еді. Осының арқасында 12 мыңнан астам адам көлік алған. Банк азаматтарға 4% бен 10 миллион теңгеге дейін несие берді. Алған соманы тұтынушылар өз қалтасынан төлеуі тиіс. Тек темір тұлпардың бағасы 15 миллион теңгеден аспау керек. Әзірге жеңілдетілген автонесие бағдарламасы тоқтап тұр. Оның үстіне жаңа жылдан бастап көлік түрлерінің көбі тағы қымбаттады. Ал нарықта сол қымбат көліктің жетіспеуін министр былай түсіндірді. Автокөліктің жалпы жетіспеушілік тек Қазақстанда емес, ол бүкіл әлемдегі мәселе. Бүкіл әлемде, сол Кореяның өзінде де ақпарат тезерінде бұқаралық ақпарат құралдарында оқыған шығарсыздар, кейбір модельдерді 2,5 жылға дейін тосады. Оның баршасы әрине, оның бірінші себебі чипке байланысты деп оны бірнеше рет айттық. Одан соң, пандемиядан соң жалпы логистикалық қосалқы бөлшектерді алып келу және оларды жеткізу тізбесінің өзі ауысты.